Сәлем достар. Қазіргі уақытта өте керемет жұмсақ болып дайындалатын осындай круассанның рецептісімен бөліспекшімін достар. Егер де менің видеом ұнаса, видеомды соңына дейін көріп, егер де видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып қойды және арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Менің қазақша контентінің дамуына үлес қосып, арнама міндетті түрде подписация жасап қойды ұмытпаңыздар достар. Өте дәмді, жұмсақ, міне осындай жұмсақ болып пісетін круассанның рецептісі керек болатын болса, видеомды соңына дейін көріп тамашалаңыздар достар. Менің инста парақшама да тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Достар, дәл осы круассанды отбасыларыңызға, балаларыңызға жасап беруге кеңес беремін достар. 100% ұнары сөзсіз достар. Жұмсақ осындай қабат болып, пітірлек болып шығатын осындай круассанның рецептісін білгіңіз келсе достар, видеоны соңына дейін қарап тамашалаңыздар. Толық рецептін мен осы видеоның төменгі жағында описание дейтін бөлім бар. Сол бөлімге толық рецептін қалдыратын боламын достар. Дәл осы рецептімен жасаңыздар. Алдыменен бізге керекті ингредиенттер жылы суымыз, жылы сүтіміз, шекеріміз және 2 жұмыртқамыз. Жұмыртқамыздың біреуінің сарысын алып алдым достар. Және тұзымыз, дрожжымыз, ұнымыз және сұйық майымыз қажет болады достар. Алдыменен осындай жылы сүтімізді құрғақ ыдысымызға осылайша құйып алып, үстінен жылы суымызды құятын боламыз. Осы ингредиенттерімізді құйып, одан кейін үстіне шым тұзымызды салып және үстінен осылайша 2 ас қасық шекерімізді салатын боламыз. 2 ас қасық шекерімізді салып және 1 ас қасық дрожжымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып қоятын боламыз достар. 15 минутқа бетін жауып қоятын боламыз достар. Егер де беті ісіп, көпіршіктеніп, жақсы болып көтеріліп шығатын болса, онда өте дәмді болып шығады достар. Егер де дрожждарыңыз салғаннан кейін де 15-20 минуттан кейін көпіршіктеніп шықпайтын болса, онда сіздердің дрожждарыңыздың сұрығы өтіп кеткен деген сөз достар. Міне дәл осылай бетін жауып 15 минутқа қалдыратын боламыз. Міне достар, дәл осындай болып көпіршіктеніп, осылай ісіп шығу керек. Енді осы массамыздың үстіне жаңағы жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын салып алатын боламыз. Мына бір сары уызын круассанымыздың бетіне жағуға алып қалатын боламыз. Осылайша жұмыртқамызды саламыз, үстінен осындай сұйық майымызды құятын боламыз. Сұйық майымызды 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, толық рецептіні қанша граммнан, қанша қасықпен өлшеп қосқанның барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне кіріп көре аласыздар достар, толық рецептіні. Енді осы заттарымызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң ұнымызды салатын боламыз. Достар, ұнымыз біздің міндетті түрде електен өткен болу керек. Мен алдыменен електен өткізіп дайындап алдым. Осылайша ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, салып жақсылап басында қасықтың көмегімен қозғап алатын боламыз достар. Міндетті түрде не зат жасасаңыздар да ұндарыңызды електен өткізіп жасаңыздар, сонда жасаған заттарыңыз керемет ойдағыдай және көтеріліп пісетін болады достар. Осылайша міне ұнымызды салып, жақсылап бөліктерге бөліп, осылайша салсаңыздар болады. Осылай қасықтың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламын. Және қалған ұнымды да салып, оны да араластырып, достар, керекті ұнымызды керегінше қосатын боламыз. Себебі мен көрсеткен граммнан 100 грамм көп, не болмаса 100 грамм аз болуы мүмкін. Ол біздің массамыздың тығыздығына байланысты. Және енді міне қасығымды алып, қолымның көмегімен жақсылап осындай қамыр илеп, бетін жауып қоятын боламыз. 30 минут, 40 минутқа қалдырып достар, міне менің қамырым көтеріліп, өте әдемі жұмсақ болып, қамырым ашып дайын болды достар. Енді осы қамырымызды ұнымыздың көмегімен бөліктерге бөліп алатын боламыз. Осы қамырымызды ұнның көмегімен бөліп алыңыздар достар, себебі қолдарыңызға жабысқақ болып қалуы мүмкін. Осылайша ұнымыздың көмегімен тең жарты ортасынан бөліп, сосын қалған бөліктерінен міне мен көрсеткен видеода көрсеткендей етіп
бөліп алсаңыздар барлық қамырларыңыз бірдей бөлінетін болады. Мен осы қамырларымнан 10 зуалақ қамырға бөлдім. Енді барлығын осылайша зуала жасап алатын боламын. Міне бәрін осылай 10 зуала жасап алдым. Енді дәл осы қамырымызды жайып алатын боламыз. Оқтауымыздың көмегімен және кішкене ұнымыздың көмегімен барлығын осылай жайып алатын боламыз. Достар, мен бірінші қамырымды жайып алдым. Дәл осы қамырымызға енді бөлме температурасындағы майымызды қасық арқылы не болмаса қолымыз арқылы кішкене мягкий лопаткалеріңіз болса сондаймен жағып алсаңыздар болады. Достар, мен осылайша қасықпен және қолыммен жағып шықтым. Осылайша барлығын жайып бірінің үстіне бірін қойып арасына осылай бөлме температурасында майымызды жағатын боламыз. Достар, майымыз міндетті түрде бөлме температурасында болуы шарт. Оны ерітіп жағуға болмайды, себебі қамырымыздың арасынан шығып кетуі мүмкін. Ең соңғы қамырымыздың бетіне май жақпайтын боламыз. Достар, осылайша 10 зуалақ қамырымды майлап, араларынан майлап, осылайша бір-бірінің үстіне жабыстырып шықтым. Енді ең соңғысын бетіне май жақпадым. Дәл осылайғы оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып, осылай мен көрсеткендей етіп бөліктерге бөліп аласыздар. Достар, міндетті түрде осылайғы кесесіздер. Достар, жіңішке, ләжі барынша жіңішке етіп, міне дәл осындай жіңішке етіп кесіп алуларыңыз керек бәрін. Және осындай қамырымыздың ортасынан басынан кішкене ғана осылай пышақтың көмегімен кесіп алатын боламыз. Достар, жіңішке етіп жайсаңыздар, круассандарыңыз қолға ұсталатын әдемі болып шығады. Үлкендеу қылсаңыздар, үлкен круассандар болып шығады. Достар, қамырларыңызды ләжі барынша кішкене ғана бөліктерге бөліп, осылай бас жағынан кішкене қасықпен кішкене пышақпен кесіп алып, осылай мен үйде варенкам бар еді, осындай варенкамды салып жақсылап орап алдым. Достар, сіздер варенье салсаңыздар болады, шоколад салсаңыздар болады, өз қалауларыңыз бойынша. Міне достар, круассандарымды осылайша орап алып, енді барлығын үстіне жаңағы видеода көрсеткендей, басында көрсеткендей бір жұмыртқаның сарысын осылайша бәріне жағып алатын боламын. Достар, міне барлық круассандарыма жұмыртқаның сарысын жағып алдым. Енді 200 градуста 30 минут 20 минутта пісіріп алатын боламыз. Достар, міне менің круассандарым барлығы пісіп шықты, жұмсақ. Міне достар, видеода көргендеріңіздей осындай, дәл осындай жұмсақ болып шығатын болады. Достар, міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Менің видеом ұнаса, маған лайк басып, пікір қалдырып қойды ұмытпаңыздар. Қандай заттың рецептісі керек болатын болса, комментария бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады. Достар, менің инста парақшама да тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа видеоларымды инста парақшамда, тикток парақшаларымда бөлісіп отыратын боламын. Тикток парақшамда дәл осы инста парақшам сияқты жазсаңыздар шығатын болады. Достар, менің осындай жұмсақ болып шыққан круассандарыма лайк басып немесе дизлайк басып өз бағаларыңызды беріп кетіңіздер. Достар, менің арнам подписация жасап қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, менің қазақша контенттің дамуына үлес қосып, каналымның дамуына үлес қосып кетіңіздер. Осылайша менің арнам подписация жасағандарыңызға үлкен рахмет, Алла разы болсын. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Ас болсын. Достар, отбасыларыңызға жасап беріңіздер, өте керемет болып ата-аналарыңызды, отбасыларыңызға риза етесіздер.